Достар, ассалаумағалейкум. Бұл генератор көліктің. Бұл генератор автоэлектрикке апарасыздар, электриктер жасап тұр деп айтады. Бірақ көлігіңізге саласыз, жасамайды. Аккумуляторыңыз отырып қалады. Тағы да басқа жағдайлар болады. Достар, оның бір құпиясы. Достар, бұл аккумулятордың плюсінен келетін плюс генераторге. Жасамау себебі оның ортасында предохранитель болады. 100 амперлік, 60 амперлік, 90 амперлік. Сол күйіп кетуі мүмкін. Екіншісі, достар, бұл арада көріп тұрсаңыздар. Міне, достар, байқайсыздар ма? Бұл арада міне, көріне ме? SL деген бар. Бұл, достар, L дегеніміз лампа, S дегеніміз сигнал. Лампа деген возбуждение келіп тұрады через щиток прибордан. Сол лампочка күйіп кетуі мүмкін. Возбуждение келмегесін зарядка болмайды. Кілт ашқасы. Одан кейін кілт ашқан кезде екінші сигнал S. Сигналға ток келмеуі мүмкін. Егер сигналға ток келмей, возбуждение барып тұрса, генератор зарядканы көп беріп кетеді. Көп беріп кеткесін көлікке қауіпті. Соны тексергендеріңіз жөн. Егер сигнал келіп тұр, возбуждение болмаса, онда генератор мүлдем зарядка бермейді. Достар, осының бір құпиясын көрсетемін. Қазір, достар, бәрін как заводской сигналында, возбуждениесінде беріп қоям, соның зарядка бергенін көрсетемін. Міне, достар, мен сигналында жалғадым, возбуждениесінде жалғадым. Мынау менің казахский стентім, генератор стартер тексеретін. Бұл құны новыйдан алатын болса, 1,5 миллион болады. Мен бірақ қолдан жасап алдым. Бар болғаны 10,000 теңге ақшам кетті. Достар, көреміз. Қазір как заводской жалғап қойдым. Достар, көріп тұрсаңыздар, міне 12-де 51 көрсетіп тұр. Бұл аккумулятордың өзінің зарядкасы. Қазір как заводской қараймыз, қалай зарядка беріп тұрған. Мен мынаны от алдырам, бұл айтқанда мынау өшет, возбуждение, мынау зарядка береді. Көрдіңіздер ме, достар? 12 зарядка беріп тұрды. Енді қараңыздар, мен мына сигналды алып тастаймын. Сигналды алып тастадым. Көрдіңіздер ме? Сигнал егер болмаса, бұл штекерде ток болмаса, зарядка көп беріп кетеді, достар. Достар, көрдіңіздер ме? Заводской қалай беріп тұр, сигналды алып тастасам 15-дің үстіне шығып кетті. Осылай арттардың, келіп тұрған штекерін, келіп тұрған главный токты жақсылап тексеру керек болады. Генератор. Лайк басып, Қазақ автоэлектригін қолдап, комментарий жазып адамдарға таратамыз, достар. Есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Телефон 775 881 11 16. Көліктеріңіз сынбасын.